Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз оттың қалай пайда болған жөнінде айтатын боламыз. От досымыз, от жауымыз. Жалпы от деген сөзді қалай түсінеміз? От өмірімізге қуат беріп, бойымызды жылытады. От өмір сәні. Отсыз тіршілік жоқ. От жағылмаса, тамақ піспейді, үй жылымайды. Ал тамақ ішпесек, бойымызға қуат бітпейді. Бойымызда қуат болмаса, өмірге деген қызығушылығымыз жоғалады. От қалай пайда болды? Ерте заманда алғашқы адамдар отты пайдалануды найзағайдан түскен оттан үйренді. Сол найзағайдан түскен отты сөндірмей пайдаланды. Барлығы аң аулауға кеткенде бір адам от басында қалатын болған. Тамақты пісіріп жеуді де найзағай астында қалған еттен байқаған. От астында қалған ет шикі еттен дәмдірек екенін байқап, асты пісіріп жеуді үйренген. Сол заманнан ақ оттың өте маңызды екенін аңғарамыз. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.